Шапаларсаңдар. Бола ма? Қанеке? Қанекең жан-жақтан келген меймандары бар. Аздау ғой деп жатыр. Бір жақсылап қол соғып қойыңыздар ағайындар. Алла тағалам Қанеке келген қонақтардың көңілін ашық етсін. Құдай қаласа Қанекеңнің 100 жас мерейтойында да төрт көзіміз түгел қауышуды нәсіп етсін деп бір әдемілеп қол соғып қойыңыздар ағайындар. Қанекең 100 жасасын дегендеріңіз бір шапалақ ұрыңыздар шықылейді. Айбану жеңешеміз 100 жасасын дегендеріңіз бір шапалақ ұрыңыздар. Қанекең 110, Қанекең 120, 200 беріп жіберейін ба? Қанеке қуан шықты болсын. Елі болған, халқыласақ қорғаны болған, сіздесек семсері болған, елімдеп еміренген ел ағаларымыз бар. Сол мінеке қадірменді ел ағаларымызға алыс жағынан сыйлап келіп отырған Қазақстанның түкпір-түкпірінен бүгінгі біздің той иесі Қанат ағамыздың алтын басын қастерлеп келген қонақтарды аттарын атап, ортаға шақырсақ деген ниетіміз бар. Әрине, жақсыларға биікпін, тамашамын, жамандарға төменмін аласадым. Қазақтың бір туар азаматы деп қай төріңе қойсам да жарасамын деп ақындарымыз жырлаған осы әдемі өлең жұмаға Қанекең арналғандай ағайындар. Өйткені осы Қанекеңді қай биікке, қай төрге шығарсақ та жарасатын азамат. Оның дәлелі осында келген меймандарымыз ағайындар, елдің ағалары. Сол айта берсек атағынан ай тұтылардың беделі 5 атанға жүк болған жандар осы қуанышқа ортақтасып келіп отыр. Қуаныштың төріне ел ағасы генералымыз Молдияр Молыбайұлын құрметпен шақырамыз. Жердегі ағамыз талантты Құдай таңдап береді десе, осы тәңірдің көзі түскен нағыз талант иесі Марат ағам ішінде бір әдемілеп қол соғып, құрмет жасап қойыңыздар ағайындар. Орындаймын. Абайжан, саған да көп рахмет, қарындасымызға рахмет. Сіздер енді мынау ішкі істер министрі соған жақын, біз енді артистерге жақынбыз енді. Абайжанға бір қошемет деп қояйық.